Ассалаумағалейкум ардақтағайын, қайырлтан қазақ елі, қайырлтан Қостанай жұртшылығы, Қостанай арнасына тікелей желі аясында Тобыл таңы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қайырлы таң, құрметті достар! Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Тобыл таңы». С вами ведущая Анастасия Серикова. Және мен Бағдат Таулай. Қадірлі телекөрермендер, алдағы 1,5 сағат көлемінде Тобыл таңы бағдарламасының ұжымы тікелей желі аясында сіздермен бірге, міндетті түрде бағдарлама аясында арнамызға қоңырау шалып, ат салысып, келіп жететін қонағымызға сұрақтарыңызды қойып, я болмаса таңғы тілектеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Барлығы да тікелей желі аясында болады. Міндетті түрде хабарласып, ат салыса отырыңыздар. Бүгінгі басталып жатқан сәрсенбі күні сіздерге тек қана өзінің сәттілігін ала келсін дейміз. Ал ендеше бүгінгі күн қандай болмақ? Синоптиктерге кезек берейік, ауа райы болжамын бірге білейік. Но какая будет погода на сегодня, расскажут наши синоптики. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, мы ждем ваши звонки. Наш телефон 54 39 04. Звоните, пожелайте доброго утра своим самым близким людям. Поздравьте с днем рождения, ну или просто позвоните нам, мы обязательно с вами поговорим, мы ждем вообще ваши звонки. Дорогие друзья, вы знаете, что музыка во время тренировок повышает активность и улучшает, в общем, тренировки. Поэтому, если вы соберетесь в спортзал, обязательно берите с собой наушники и прослушивайте музыку. Бүгін 6 қазан сәрсенбі күні синоптиктердің болжауынша күн суытып келеді, жаңбырлы күндер басталды. Демек күз мезгілі өзінің бір толыққанды күшіне енетін болады. Сол себептен міндетті түрде дәл осындай ауа райында ауырып қалмас үшін, аурудың алдын алу үшін жылы киініп жүргендеріңіз абзал, және де көбіне дәруменді дүниелерді жегендеріңіз жөн, жеміс-жидек сынды тағы көптеген тағамдарда жиі жегендеріңізге кеңес береміз. Себебі дәл осындай ауа райы аясында ауырып қалу әбден мүмкін, себебі ағза дәл осындай ауа райы ауысып жатқан кезеңде өте жұқпалы болады екен. Сол себептен де ұмытпаңыздар, міндетті түрде денелеріңізді сау болу үшін спортпен шұғылданудың және де тамақты уақытылы жеуді де естен шығармағандарыңыз абзал. Тікелей желі аясындамыз 54 39 04, қаламызды коды 8712. Дәл осы байланыс телефондар арқылы арнамызға қоңырау шалып, таңғы көңіл-күйлеріңізбен бөлісіп, туған күн иелерін құттықтап, тілектеріңізді төкпелетуге де мүмкіндіктеріңіз бар. Бар жоғы төменде көрсетілген байланыс номерін терсеңіздер жеткілікті. Ендеше атып жатқан таң баршамызға қайырлы болсын деген ниетпен кезекті әуезді әнге берейік, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі, күндеріңіз жақсы басталсын. Ну а если у вас вдруг нет наушников, включайте наш канал и слушайте музыку вместе с нами.
Жаным деп еркелетсең аяулым едім. Бағым деп бағаласаң баяным едім. Әнім деп әуелетсең жүрегіңдемін. Өзіңмен бір болу тілегім менің. Жаным, Жаным деп еркелетсең аяулым едім. бағым деп бағаласаң баяндым едім. Әнім деп әуелетсең жүрегіңдемін. Өзіңмен бір болу тілегім менің. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54 39 04. Звоните. А также у нас есть сайт, на котором вы можете просматривать в режиме онлайн или зайти в архив и посмотреть, какие программы были до этого. Таңертең тыңдаған өлеңнің адамның ағзасына, көңіл күйіне тікелей әсер етеді екен. Алғашқы болып ұйқыдан оянғаннан кейін естіген кез келген әуен ойда да сақталып қалады, және де күні бойы дәл осы әнді орындап жүреді екен. Осындай тамаша дәлелдеулер бар. Бұның барлығы да расымен де кездесіп жатады. Ең бастысы көңіл күйімізді көтеретін әуендерді тыңдағандарың жөн, әсіресе таңертең ұйқыңыздың қанбаған кезде, я болмаса белгілі бір жағдайға байланысты көңіл күй болмағанда, сәл болса да ретке келтіруге көмектесетін жақсы бір құрылғы бұл осы әсем ән болып табылады. Жалпы ән тыңдаудың өзі көңіл күйді бір көтеріп, бір түсіріп, тіпті жылатып, мұңайтып алатын кезеңдер де болады екен. Бұл әнге де байланысты, сол себептен әннің құдіреті шексіз екеніне көзімізді толыққанды жеткізе аламыз. Әуен арқылы тек қана тыңдап белгілі бір ләззат алып қана емес, сонымен қатар бұнымен жұмыс атқаруға да, бір шабыт ашуға да өзіндік көмектері бар. Міндетті түрде жаттығу жасаған уақытта сіздер осы тамаша әндерді тыңдағандарыңыз жөн, ерік жігер сыйлайтын әндерді тыңдасаңыздар, міндетті түрде жаттығу тізбектерін жақсы орындап, күндеріңізді сәтті бастауға көмек көрсетеді. Знаете ли вы, что утренняя зарядка – это не тренировка, а пробуждение. Пробуждение организма, а не накачивание мышц и сжигание жиров. После выполнения зарядки хочется прилечь. Вы чувствуете боль или усталость в мышцах, значит, нагрузка была слишком велика. Поэтому утром вы должны пробудиться, а не тренироваться усиленно. Рубрика 3-4, друзья. Кезекті әріптестерімізге берейік, шынығайық, шымыр болайық. Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Карина Муратова. Я руководитель студии Plastic Dance, тренер по групповым программам «Стретчинг» плюс коррекция фигуры. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений, который подходит как для вечерней разминки, так и для утренней. Ну что, поехали? Сейчас начнем с разогрева. Конечно же, ручки в пояс. Поехали с наклонов головы. И раз, в сторону 2, в сторону 3, 4. Раз, 2, 3, 4. И раз, 2, 3, 4. Хорошо, тянем боковую мышцу. Ручку на пояс. Тянем в сторону ручкой, как будто пытаемся достать до стены. Растягивается боковая мышца. Тянемся. 7, 8, 9, 10. Вторая сторона. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ножки закрыли. Ручки наверх. 90 градусов на закрытых ногах. Стоим. Раз, 2, 3, 4, 5. Ручки высоко. Спинка максимально в прогибе. 45 градусов. Стоим. От 5 до 10 секунд. Максимально растягивается под коленные связочки. Хорошо. Ручки в пол. Стоим. И раз, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Хорошо, стоп. Так, далее ножки раскрыли, надо разомнуть наши коленки. Сейчас делаем присед, тазом тянемся назад, максимально вниз. Поехали. И раз, и два, и 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сели, удерживаем положение в течение 10 секунд. Статика. Максимально разогреваются мышцы наши. 5, 4, 3, 2, 1. Положили ручки на коленки, развели ножки в стороны, взялись за ноги, прокачались 10 раз вниз, максимально разогревая наши внутренние связочки. Вытягиваем сейчас левую ножку, правую ручку ставим на пол, прокачиваемся 10 раз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходим, разогреваем квадрицепс бедра, качаемся, задняя ножка прямая, качаемся от 10 до 20 раз. Далее поднимаем спинку, ручки на колено, сложили, задняя нога прямая, качаемся, динамика, разогреваем и удерживаем статика. 5 секунд, ручки в стороны, 5, 4, 3, 2, ручки наверх. И держимся стоя, задняя ножка прямая, 5, 4, 3, 2, встаем на колено. Прокачиваемся вниз, максимально дожимая бедро в пол. Здесь растягиваются мышцы, связки для продольного шпагата. Хорошо. Молодцы. Было приятно провести с вами утро. Я надеюсь, вы выполняли данный комплекс упражнений вместе с нами. Я желаю всем хорошего дня. Всем до встречи. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54 39 04. Звоните. Музыка – это что-то необыкновенное и завораживающее. Нам порой кажется, что она очень проста, но на самом деле музыка – одна из наиболее сложных и восхитительных вещей на свете. Она построена на математических принципах и подчиняется законам физики. Она также влияет на головной мозг человека, в котором, между прочим, излечивает и помогает нам активизировать хорошее положительное настроение. Музыка – это отдельный мир, в который каждый из нас погружается ежедневно. Этот мир очень удивителен и интересен, поэтому прослушивайте музыку каждый день. Дәл осы әсеменмен бірге сіздер міндетті түрде таңғы жаттығуды жасап жүріңіздер. Таңғы жаттығуды сынған әріптестерімізге алғыс білдіреміз. Бар жоғы 15 минут уақыты жеткілікті. Жаттығу жасап болғаннан кейін сіздер өздеріңіздің қалай күш-жігер жинағандарыңызды бірден байқауға болады. Сол себептен де таңертеңгілік ауыр жаттығу тізбектерін жасамағандарыңыз үшін ең басты ағзаларыңызды оятып алсаңыздар жеткілікті. Және де ағзамызбен бірге асқазанымызды оятқан абзал, бір стакан жылы су, одан кейін барып қана таңғы асқа кіріскендеріңіз үшін, себебі асқазанымыздың жұмыс істеуін, қорытуын, жұмысын бастауға көмектеседі. Сол себептен де дастархан басына жайғасып жатқан көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Басталып жатқан күндеріңіз жақсы, сәтті өтсін. Тікелей желі аясындамыз, арнамызға хабарласып, көңіл-күйлеріңізбен бөлісіп, және де алдағы уақытта келіп жететін қонағымызға қояр сауал сұрақтарыңыз болса хабарлассаңыздар болады. 54 39 04 тікелей желі аясындамыз. Қаламыздың коды 87142. Дәл қазір кезекті әсеменге берейік, одан кейін міндетті түрде жүздесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Для вас прозвучит музыкальная композиция. Бардым алыстан, ұнатып сені сүйіп қалғаннан, мойныңа таққан сенің моншағың, дөп келісіп саған бәрі жарасқан. Шынарау деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу барма шығатын сенде көңілден, сезімімді байламай сүйемін де
ендешін шынын айтшы шынарау кімде көңілің шынарау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынарау кімде көңілің достарменен бірге ауыл ішінде айналып саған келем кештерде атыңды атап шынарау десем құшақ жайып келердей менің көзіме шынарау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенде көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынарау кімде көңілің шынарау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынарау кімде көңілің шынарау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынарау кімде көңілің шынарау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынарау кімде көңілің Мир природы удивителен, и ни для кого не секрет, что ближе всего к человеку стоят животные. Ведь не случайно их называют братьями нашими меньшими. С незапамятных времен и по сей день милые зверушки сопровождают нас повсеместно. Но что мы знаем об их потребностях? И можем ли защитить их от угрозы вымирания, которая уже вплотную нависла над многими видами? Чтобы люди хотя бы иногда задумывались над этими вопросами, создан специальный праздник – Всемирный день защиты животных. Он, кстати, прошел 4 октября. Дәл осы жануарлар мейрамы не болмаса иттерге арналған күнді атап өтілді. Бірақ дегенде біз тобыл таң бағдарламасы аясында міндетті түрде келіп жеткен қонақтарымызбен дәл осы салада қызмет етіп жүрген адамдармен жақынырақ таныс болатын боламыз. Бүгін 6 қазан сәрсенбі күні тарих беттерінде қандай қызықты оқиғалармен есте қалды екен, оны әріптестерімізбен бірге білейік. Тарихта осы күн Айдара сіздер үшін. Рубрика «Это день в истории» для вас. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 7 октября, среда. Этот день знаменателен такими событиями, как Всемирный день улыбки. Впервые этот праздник прошел в 1999 году. Своим существованием Всемирный день улыбки обязан художнику Харви Беллу, который в середине 20 века по заданию одной из страховых компаний придумал символ хорошего настроения и улыбки, ставший известным по всему миру. Речь идет, конечно же, о смайле. В 1993 году в Алма-Ате был открыт музей писателя Ильяса Есенберлина. Ильяс Есенберлин – известный казахский писатель, исторический романтист, лауреат Государственной премии Казахской ССР. 23 года назад постановлением правительства было создано Казтелерадио как специальный субъект телерадиовещания и радиосвязи, основной задачей которого было определено распространение телерадиопрограмм и других телерадиотрансляций. Уполномоченным органом государственного управления предприятия было назначено Национальное агентство по делам печати и массовой информации Республики Казахстан. В 1999 году одной из улиц Берлина присвоено имя казахского поэта Абая Кунанбаева. В 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага. Автором патента был Ральф Веджвуд.
180 лет назад Николай Васильевич Гоголь написал Пушкину письмо с просьбой дать ему какой-нибудь сюжет для комедии. Гоголь был на 10 лет младше Пушкина, но к тому времени уже имел широкую известность благодаря изданию таких произведений, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Записки сумасшедшего», «Портрет». В ответном письме Александр Сергеевич предложил Гоголю посмеяться над провинциалами, которых обводит вокруг пальца заезжий мелкий чиновник из Петербурга. И уже 18 января 1836 года, через 3 месяца, Николай Васильевич читал у Жуковского в присутствии Пушкина и Вяземского комедию «Ревизор». 7 октября 1977 года была принята последняя конституция СССР – Брежневская. В этот день родились такие известные личности, как Виктор Машкевич, аллерголог, академик Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, президент Ассоциации аллергологов Казахстана, разработал метод локальной специфической гипосимбилизации аэрозолями аллергенов при респираторных аллергозах. Досхан Жолжахсынов, актер театра и кино, народный артист Республики Казахстан, заслуженный артист Республики Кыргызстан, певец, лауреат Государственной премии и премии Союза молодежи, член Союза кинематографистов СССР. Уроженец Восточно-Казахстанской области, окончил Алма-Атинский государственный институт искусств. Снялся в таких фильмах, как «Храни свою звезду», «Погоня в степи», «Золотая осень», а также «До свидания, Меделу». На сегодня все. Узнавайте историю каждого дня вместе с нами. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54 39 04. Звоните. Позвоните, просто расскажите что-нибудь хорошее, какую-нибудь интересную или запоминающуюся историю, или поздравьте своих самых близких людей с днем рождения. А также у нас есть сайт, на котором вы можете просматривать все в прямом эфире или зайти в архив и посмотреть программы, которые были уже до этого. Тарих қағаз бетіне түспесе де тарих болып қалады. Бүгінгі күн жақсы бір естеліктермен ойда қалған екен. Сіздер де өз есімдеріңізді Тобыл таңы бағдарламасының тарихына қалдыруға мүмкіндік бар. Бар жоғы арнамызға хабарлассаңыздар болғаны 54-39 желісі арқылы таңғы көңіл-күйлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Өлең жолдарыңызды жолдап қояр сұрақтарыңыз болса, мархабат бір жауап таба алмай жүрген сұрақтарыңыз болса, біз көмектесіп сіздермен сұхбаттасуға әзірміз. Және де алдағы уақытта міндетті түрде қонақтарымыз келіп жетеді. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, бір қызықтырып толғандырып жүрген мәселелер болса, хабарласып міндетті түрде жолдауға болады. Біз сіздермен байланыстамыз, хабарласыңыздар, атсалысып отырыңыздар. Жалпы әннің функциясы өте көп. Бұл жоғарыда атап өткендей жаттығуға да көмектеседі, ұйқымыздың ашуымызға да, сонымен қатар көңіл күйде де әсер етеді. Сол себептен де әуенді дұрыс таңдай біліңіздер, өздеріңіздің тыңдап жүрген жеке плейлисттарыңызды әрбір уақыт өткен сайын 2 апта көлемінде ауыстырып отыру керек дейді. Себебі ескі әндер әрқашанда есте қалады. Сол себептен де оларды ұмыту үшін басқа бір көңіл күйге ену үшін әуендерді жиірек өзгертіп тұру керек. Осында ұмытпағандарыңыз үшін дәл қазір кезекті әсем әнге берейік. Одан кейін студиямызға келіп жететін дәл осы ән әлемінде өзіндік бір орын алған азаматпен таныс болатын боламыз. Міндетті түрде арнамыздан алыстамаңыздар, бір минуттан кейін жүздесеміз. Для вас прозвучит музыкальная композиция. Мына жігіттің артынан аңду керек. Күдікті нәрсе байқасаң, қолға түсір. Көп болады, жолдас майор. Жаңбыр жар, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол түрім өлтір сәт, есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедің, бәрі ойымда үміт үзбедің. От боп күйгенді мен іздедің, сенің мойныңда менің іздедің. Енді мұнда келмейсің, әттен әттен қап, сені қалай көрмеймін. Шудың бойында сен іздедің,
Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам. Пирожки қалай, дәмді ма? Інем, шудың пирожкиін жемепсің. Бұл өмірді көрмепсің. Дема, брат, дема. Жаңбыр жат, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол мөлдір сәт, есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедің, бәрі ойымда үміт үзбедің. От боп күйгенде мен іздедің, сенің мойныңда менің іздерім. Шудың бойында сен іздедің, бәрі ойымда үміт үзбедің. От боп күйгенде мен іздедің, сенің мойныңда менің іздерім. Шудың бойында сен іздедің, бәрі ойымда үміт үзбедің. От боп күйгенде мен іздедің, сенің мойныңда менің іздерім. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54 39 04. Звоните. Но кто сегодня у нас в гостях, расскажет мой соведущий. Алғаш ретте қонағымыз келіп жетті. Дәстүрлі мәдени мұра, жалпы ән әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Елубай Өмірзақов Қостанай облыстық филармония жеке әншісі, Мирас ансамблінің мүшесі, жақсы жан Талғат Молдағалиев. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй тамаша. Қайырлы таң болсын енді. Таңмен тавасып келіп отырмыз бағана. Тамаша. Ең басты көңіл-күйің жақсы болса болғаны, сұхбатқа дайын болсақ. Аға, сізбен жақынырақ танысып болайық. Қысқадан нұсқа шығармашылығыңыз қалай бастау болды? Осы сұрақты енді кездескен жерде өзіңіз секілді журналистің бәрі еді. Енді барлық өнерге келетін адам секілді сол бала күнімізден сол өнерге әуес болдық. Мектеп жасында жүріп, анда-мында көркемөнерпаздар арасында мектеп ішіндегі іс-шараларға қатысып, білгенімше ән күйімізді, өнерімізді көрсетіп жүрдік. Кейін Алматы қаласында Петр Ильич Чайковский атындағы саз колледжін тамамдадым, домбыра сыныбы бойынша. Кейін 2001-2005 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда оқыдым. Онда дәстүрлі ән классына түсіп, белгілі әнші Рамазан Стамодиевтің классына тамамдадым. Қысқаша енді осындай бір ұзақ қып айтатын өмір баян жоқ. Осы елдің азаматымын. Енді бұрын бөлек облыс болып аталушы Жангелді, Торғай облысы болып. Енді қазір осы елдікімізді деп айтқанымыз заң емес пе? Әрине. Жалпы дәстүрлі ән мамандығы бойынша жоғары білім алып аяқтадыңыз. Жалпы өнерге бала кезден араласып келдіңіз. Бүгінде дәстүрлі ән тыныс-тіршілігі қалай? Қостанай облысында. Қостанай облысында деп алып қарасам, енді ертеректерде қойылатын, бұл сұрақ өзі жиі қойылады. Енді астарында анау эстрада жанры көбірек
бір мәртебе алып кеткен жоқ па деген сияқты ой тұрады ғой сұрақтың астында. Жоқ, ондай емес. Қазір кейінгі уақытта осы 1,5-2 жыл бұрын алғаш рет өзіміздің Нұржан Наушабаев атындағы конкурстың өткізілуі, бірінші республикалық деңгейде, одан кейін өзіміздің аймақтық, өзіміздің облыс ішінде көптеген шаралар атқарылып келе жатыр. Халық шығармашылығы орталығы кейінгі уақытта, кейінгі жылдары әдемі әсерлі бір табысты еңбектер жасап келе жатыр. Сол кісілердің мұрындық болуымен осы елге келген қай әнші болса да осы дәстүрлі өнерге қатысы бар үлкен майталман әншілердің, күйшілердің ізі түсіп келіп жатса, ол кісілер бірден ол кісілермен бір келісім жасап, өзіміздің аудандарда жүрген, қолында домбыра ұстап осы дәстүрлі өнердің айналасында жүрген жастардың бәрін жинап, сол кісілерден әдістемелік сабақ алып қалып жатады. Өзіміздің осы аймақта бірталай іні қарындастарымыз соңымыздан кішкене жарқырап көрініп келе жатыр. Жақында бір осы өзіміз төрелік жасадық, бір аймақта бір конкурс өтті. Өзіміздің педагогикалық институттың түлегі, музыка факультетін бітірген. Оның үстіне Манап Кәдіров ағамыздан біраз тәрбие алып жүрген, қазір Бейімбет Майлин ауданында тұрады. Арғынбек Бейбітхан есімді бауырым бір бас жүлде берді, тамаша өсіп келе жатқанын байқатты. Мен келгеннен бері осы филармонияда, мен 2005 жылы келдім. Манапбек Кәдіров ағамнан басқа ешкім жоқ еді. Қазір Айжан Санай есімді қарындасымыз келіп қатарымызға қосылып, қазір өзімізбен бірге өнерін көрсетіп жүр. Ол қарындасымызда үлкен ортадан Алматыға барып мектеп өтіп келді. Енді айта берсек, міне деп сұрақ болғанда кей нәрсе еске түспей қалып жатуы мүмкін. Дегенмен, бұлай тыныс тіршілігі деп сұрадыңыз, тыныс тіршілігі кең ауқымда жақсы бір болашақтан үміт көтеретіндей ауанмен келе жатыр десек болады. Өте жақсы. Бүгінде аға буын өкіліне айналдыңыз. Артыңыздан еріп келе жатқан енді қарындастарыңыз бар. Жастарға көзқарас қалай? Жастардың қызығушылығы бар ма? Осы аға буын дегенге кішкене өзімді кішкене бұлай қарай апарып тастады ма деп кішкене мұңайып болатыным бар. Енді 40 деген жас анда да мында да келмейді екен ғой. Не жас емессің, не орта жас па? Орта жасқа. Енді қарындастарымыз жаңағы сұрақтың ішінде, жаңағы айтылған жауаптың ішінде біраз нәрсе айтып кеттім деп ойлаймын. Тәп-тәуірақ талпыныспенен, тәп-тәуірақ ынта-шеберлерменен жақсы көрсетіп келе жатыр. Тағы бір әсерлі шығып келе жатқан бір дүние, өзіміздің тағы бір қарындасымыз қазір қателеспесем Федоров ауданында қап жөпелдемеде есіме ала алмай қалып отырмын. Сол ауданда жүріп, сол ауданның көмегіменен Алматыға барып, анау жетіген аспабында кішкене ән сүйемелдеуді үйреніп келіп, қазір бір жаңа қырынан көрініп келе жатыр. Өзім ертеден танитын қасында жүрген қарындасымның бір жаңа сіз айтқан неге қарай кетіп қаламын, есіме түсіре алмай қалып ек болып қалып отырмын. Жалпы бүгінде қарап отырсақ, дәстүрлі ән бұрынғыдай емес, қайтадан қалыпқа еніп, республикалық деңгейдегі байқаулар, сонымен қатар облыстық деңгейде де өтіп жатыр. Жалпы осындай байқаулардың болуы және өтуі қаншалықты маңызды? Ол байқаулар міндетті түрде болып тұру керек қой. Ол болашақта әнші болатын жастарға біріншіден үлкен сабақ. Сосын сол конкурсқа барамын деп қаншама дайындық жасайды. Сосын ол конкурстың жай концерттен гөрі жарнамасы көбірек қой. Одан кейін ол өзіміздің ұлттық өнерге деген құрмет, өзіміздің өнерді дәріптеу, қай жағынан алып барсаңыз да ол өте бір керек дүние. Жаңағы айтып отырғаныңыз республикалық деңгейде сәл-сәлге бір не бар. Қазір мына ұлттық арнадан бір жақсы бағдарлама жүріп жатыр, күміс көмей деп аталатын. Сосын біз дәстүрлі өнердегі өнерпаздар көбі ұяң боламыз. Менде бір кейде кішкене бір өзімді ескінің адамы сияқты сезініп қалатын бар. Өйткені қазір Facebook дейміз бе, Instagram дейміз бе, қазіргі әлеуметтік желілерде өзін жарнамалап, өзінің жаңа бір концертке шыққан
номерлерін жүктеп қойып сөйтіп отырады ғой. Біз соған мойнымыз жар бермейді, бір өзіңді өзің алға сүйреген, өзіңді өзің алға қойып көрсеткенді бір түрлі қалай етарымды білмей отырмын, бір соған бір ұяламыз, өзімізді өзіміз дәріптеуге. Негізі қазір заманның талабы солай, негізі дәріптеу керек қой, оны санамыз түсінеді, бірақ ісімізбен дәлелдеп жасай алмай жүрміз. Мен өз басымда солай, бірақ мен жалғыз мен емес, көп әшілерде сондай бір ұяңдық бар деп ойлаймын. Бұның себебі не деп ол? Оның себебін енді білмеймін. Қазіргі жаңа жаһандану бір неге заманның бір дүниелеріне ілесіп кете алмай жатқанымыз. Заманына қарай адам дейді. Негізі мына дәстүрлі өнерде болсын, дәстүрлі өнерді кім тыңдайды? Сен өз ана тіліңді айтасың, өзіңнің ескіден келе жатқан қара домбыраңмен айтасың, оған қызығатын кім? Өзінің бойында ұлттық тәрбиесі бар, өзінің ана тілін жақсы меңгерген адам өзің өнеріңді бағалап, өзінің өнерін, ұлттық өнерін түсінеді. Ол үшін не істеу керек? Бірінші тілді әліптелу керек. Дінің бар, ділің бар, тілің бар, осының бәрі бір тұтас дүние ғой, негізі түптеп қарағанда. Онда көптеген үлкен аға буын айтып келе жатыр ғой. Сосын енді болашақта өсетін ұрпаққа, жас бүлдіршіндерге тәлім тәрбие дұрыс болу керек қой. Мектеп жасынан жақсылап тәрбие берілсе. Бұрын аудан, әр облысты қойғанда әр аудандағы әр мектепте көркем үйірмелер, шағын сол оқушылардан құралған ансамбльдер болушы еді. Сол жерде шамал қолына домбыра алып, күй тартса, ән айтса, сол балаларды қолпаштап, ертең сол өнерде бір несін мерейі өсетін байқатып сөйтетін еді. Қазір ондай қолдау кішкене азырақ, өкінішке орай. Бұл әлеуметтік желілердің дамуы да әсер етуі мүмкін осы да? Әлеуметтік, енді әр нәрсенің бір жақсы жағы да бар, жақсысы да бар, бір кішкене кейін қалдыратын бір жерлері де болады ғой. Қазір енді карантин уақыты болды, белгілі бір себептерге байланысты барлық әлем карантинде отырып, онлайн режимде көбісі жұмыс істеді. Дәл осы жерде байқалған шығар, білінген шығар, әлеуметтік желінің қаншалықты осы халықпен бірге қауышуға өзінің көмегін береді. Дәл осы уақытта сіз қандай жұмыс атқардыңыз? Онлайн концерттер бердіңіз бе? Осыған тоқталып кетсеңіз, қалай өткіздіңіз бұл? Онлайн концерт өткіздік, бірақ енді алдыңдағы отырған көрерменнің алдындағы шығып, көрермен алдында өнер көрсеткен өнерпаз өз алатын өрден рахаты бар, ләззаты бар, қарым-қатынас бар, көзбе-көз көрерменмен бірге отырғандағы өткізілетін концерттерден. Енді бұл амалсыз дүние ғой қазіргі. Енді қазіргі уақыттағы енді тоқтап қалмау керек, алға қарай жылжуымыз керек деген секілді. Енді филармониядан өзімізге сондай тапсырмалар қойылды, осылай жасауымыз керек деп. Солай жасадық. Мен бір жарты сағаттық жеке концертте бердім. Одан кейін Манатбек Кәдіров ағамызбен екеуміз бір 40 минуттық екен бір концерт бердік. Оның жанында тағы басқа да концерттердің арасында онлайн шығып жатырмыз. Мирас ансамблінің арасында шығып, онда да осындай жаңағы онлайн деп аталатын концерттермен әлеуметтік желі арқылы ғой енді. Сондай концерттерге қатыстық. Енді онда бұлай жаңағы айтып кеткендей, бірінші өзі қиын да келеді екен, алға кейінірек кішкене үйрендіктен ме, алдыңда көрермен жоқ, өзіңмен өзіңе дайындалып отырғаныңды, не бір көрермен ән айтып отырғаныңды білмейсің, бірақ әйтеуір түсіндіріп, өзің түсінесің ғой енді, алдыңда сен камераға түсіріп жатыр. Сол камераға көрерменнің жалғыз камера, соған қарап отырып ән айтып, сөйтіп амалдадық енді, бірақ содан әлі шығып кеткен жоқпыз. Жалпы осы камераның алдында ән айтып тұрып, барлық өнерді, толыққан шабытты, ішкі сезімді көрсете алуға мүмкіндік бар ма? Камера арқылы сезімді жеткізе аласыз? Толық болмайды деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтып отырғанда, көрермен алдында көрермен отырса, көрермен өзі сені қолдап отырған, бір саған бір шабыт беріп отырған адам байқайды сахнада. Мысалы бірнеше ән қатарынан айтатын болсаң, екінші, үшінші әнде сен толықтай ашылатын мүмкіндігің болады. Ал сен камераның алдында бір қалыпта қалай отырдың, сол қалып қой отырған. Өзіңмен өзің.
дәл осы онлайн режимдегі қойған концерттеріңізге, айтқан әндеріңізге көңіліңіз тола ма? Енді оны көрермен беру керек қой бағасын. Енді өзім қай жерде, өнерпаз деген қай жерде көрсеткен өнеріне де өзі толыққанда көңіл толмайды. Әттеген әйін болып тұрады бәрібір. Бірақ ұстаздарымыз айтатын, ол әттеген әйін тоқтаған күні өз сөзінде тоқтақ боласың. Өйткені арғай ізденіп отырасың ғой. Әттеген әйін ерін бұлай жасап жүрген керек еді. Кішкене бұлай жасап жүрген дүние мән жерде шықпай қалдау деген сияқты өз дүниеңде ойлар болып жатады андай. Бірақ жалпы көрерменге ұнаса абыройым сол. Өте жақсы. Аға өшірін әңгімемізді үзе дәл қазір кезекті әріптестерімізге берейік, одан кейін міндетті түрде жалғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бір минуттан кейін жүздесеміз. Для вас музыкальная композиция. Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Вкусно». Меня зовут Игорь Егоров. И прямо сейчас мы доверимся целиком полностью Роману, шеф-повару ресторана «Тумар». И начнем приятно вас удивлять очередным завтраком, собственно говоря, из-под ножа Романа. Роман, что будем готовить сегодня? Чем удивим? Так, сегодня мы будем готовить фриттату. Фриттата. Фриттата. Фриттата – это итальянский омлет. Итальянский омлет фриттата. Да. В который добавляются овощи, мясо обязательно. И еще не добавляют макароны, макаронные изделия. Вот. Макароны. Но мы будем делать классически, без макарон. Без макарон. Да, без макарон. Меньше углеводов. Да. Нам понадобится бекон, куриные яйца, болгарский перец, репчатый лук, помидоры черри, сыр, ну, в нашем случае это гауда и молоко. Хорошо. Ну, приступим? Да, приступим. Теперь нам нужно отправить это в духовку
160 градусов на 10 минут. Роман, мы с удовольствием будем вас ожидать здесь. Вот, ну а всем телезрителям желаем доброго утра и совсем скоро мы продолжим. Сколько же различных блюд можно приготовить с помощью взятых за основу просто обычных яиц из холодильника. Есть классический омлет, есть просто яичница. Ну а сегодня мы вас знакомим с таким блюдом, как фритата. Такой французский омлет прямиком на стол от нашего шеф-повара Романа. Роман, пару слов от вас. Я не могу смотреть, слюнки текут. Прошу. Я желаю всем приятного аппетита. Спасибо большое. Очень красиво, пахнет изумительно. Мы желаем вам отличного дня, хорошего настроения. Спасибо, что были с нами. Улыбайтесь чаще. Хайрлы таң, достар, доброе утро. Надеюсь, вы уже проснулись, и наш рецепт оказался для вас полезным. Дәстүрлі мәдени мұра үзілген әңгімемізді қонағымызбен әрі қарай жалғастырайық. Талғат мырза, бүгінде дәстүрлі ән өңірімізде де, жалпы республикамызда да, елімізде дамып келе жатыр. Алға басушы бар деп өзіңізде тілге тиек етіп айттыңыз. Бірақ дегенмен де дәстүрлі әнді дамытатын бұл бала күнінен бала тәрбие алып, білім алғаннан басталады. Бүгінде балаларға осы дәстүрлі әнді дәріптеу үшін, үйрету үшін, белгілі бір тарапта дамыту үшін білім ордасы жеткіліксіз өңірімізде. Осы тұрғыда дәстүрлі ән мектебін ашу ойда бар ма, бұл жағында сіздің көзқарасыңыз бар? Ол неге Қостанайға келгеннен бастап қосымша өзім шығармашылығыммен қоса ұстаздық еңбекті қатар алып жүруге тырысып келемін. Ең бірінші келген кезде бірер жыл институт қабырғасында жұмыс істедім. Одан кейін бір 3,5-4 жылдай педагогикалық колледждің ішінде музыкальный факультетте біраз жұмыс жасап көрдік. Одан кейінгі уақыттарда Рудный қаласында музыкалық колледжде жұмыс жасап келем. Қолдан келгенше осы өзіміздің білетін әндерімізді өзіміз өткен мектептен үйренгенімізді осы жастарға үйретуге тырысып келе жатырмыз. Енді бұл жерде бір айта кететін, бұрыннан да айтылып келе жатыр, осы музыкалық колледж деген осы облыс орталығында болу керек емес пе дегенде. Мен қатар бірге жұмыс жасайтын біраз әріптестерім осы өздері Қостанайда тұрады, өйткені осында облыс орталығында еңбек етеді, негізгі жұмыстар филармонияда жұмыс жасайды, қалалық мәдениет үйінде жұмыс жасайды, тағы да басқалай. Қосымша 40 шақырым жерге барып келіп жұмыс жасап жүрміз. Ол жаңағы ұстаздық ететін біздер секілді ұстаздарға біраз ыңғайсыздық тудырады. Одан кейін оқуға балаларды тарту, оқуға балаларды шақыру облыс орталығына десең кішкене қомақтырақ болар еді ғой. Енді өз әлімше жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұлай нәтижелі емес деп те айта алмаймын. Нәтиже беріп келе жатыр. Қазіргі сол жерден өзімнің қолымнан тамамда шыққан балалар жоғарғы вуздарда білімдерін жалғастырып оқып жатқан жайлары бар. Әртүрлі жоғарыда айтылған сайыстарда, конкурстарда өздерін көрсетіп, жақсы жүлделер алып жүрген шәкірттері бар. Бірақ соның бәрін бір заңдастырып, осы облыс орталығынан бір колледж ашылып, үлкен бір қалай деп айтсақ, жақсы бір жоғарғы тараптан кішкене қолдау көрсетілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ әзірге енді барымен
барына шүкір дейміз, ақырындап еңбек етіп жатырмыз. Өте жақсы. Еңбектеріңіз жемісті болсын аға. Келгеніңізге рахмет. Алғыс білдіреміз. Дәстүрлі өнерді әрқашан дәріптеп жүре беріңіз. Тек қана бағдарламамызда жағымды жаңалық кетеміз. Енді бүгінде бағдарламамызға серігіңіз қара домбыраны алып келген екенсіз. Қонаққа дей сұрайық, сізден бір тамаша ән тарту етсеңіз көрермендерімізге. Жарайды, бірақ енді таңғы мезгілде енді бір сондай ашылып дауыс бабында тұрады деп айта алмаймын, бірақ дегенмен бір халық әндерінің бірін орындап берейін. Әрине, кезек сізде. Көп рахмет. Таңғы сәріден көрермендерімізге дәл осындай дәстүрлі әнді тарту еткеніңізге алғыс білдіреміз. Келгеніңізге де рахмет. Тобылтан қолтаңба тапшасы сізге тарту етейік. Қолтаңбаңызды қалдырсаңыз болады біздің телеарнаға деген, және де көрермендеріңізге бір ауыз сөз таңғы тілегіңіз. Рахмет. Енді мына таңғы бағдарламаға келіп отырмыз. Енді бүгінгі күнге деп айтайық. Әр ісімізге сәттілік жолдас болсын. Әр минутынан, әр сағатта бір жақсы бір ләззат алатындай жақсы бір дүниелеріміз, жақсы бір істеріміз көп болсын. Күн шуақты нұрлы болсын. Ең бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет. Келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бағдарламамызда қашан жаңалықпен өтеміз. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, 1 минуттен кейін жүздесетін боламыз. Құлақтан кіріп бойды алатын әуезденге кезек берейік. Ну а мы увидимся через несколько минут. Маған күн сайын саған жақында барам, сенің
үшін бір бөлек ғалам. Жұлдыздай жарық жанамын жаным, сен болсаң мәңгі менің жанымда. Қайда болсаң да жаныңдамын, жаныңдамын сенің жаныңда. Аяулы әнім, сен де білемін, аялағаным, сен де тілегім. Аңсаған асыл, арманым менің, таңдауым менің. Жаныммен сүйіп, бағалағаным, сезімімді сен бағала жаным. Өзіңді сүйген бұл жүрегімді жараламадым. Жүректің әнін сен үшін салам, өмірдің нәрін өзіңнен алам. Бар әлемнен сенде жанды қайдан табам. Себебі сенсің сағынышымның, өзіңде ешкім енді табылмас. Қайда болсаң да жаныңдамын, жаныңдамын сенің жаныңда. Аяулы әнім, сен де білемін, аялағаным, сен де тілегім. Аңсаған асыл, арманым едің, таңдауым менің. Жаныммен сүйіп, бағалағаным, сезімімді сен бағала жаным. Өзіңді сүйген бұл жүрегімді жараламадым. Аяулы әнім, сен де білемін, аялағаным, сен де тілегім. Аңсаған асыл, арманым едің, таңдауым менің. Жаныммен сүйіп, бағалағаным, сезімімді сен бағала жаным. Өзіңді сүйген бұл жүрегімді жараламадым. Арнамызға енді қосып жатқан көрермендерімізге таң нұрлы болсын дейміз. Қазақстан арнасы Толы таң бағдарламасы жұмысын әрі қарай жалғайды. Сегодня у нас в гостях основатель общественного объединения «Надежда плюс КСТ», занимающийся помощью бездомным животным. Это Александра Лебединская, Станислава Таран и Ольга Соловьева. Доброе утро вам. Доброе утро. Расскажите, как появилась идея создать общественное объединение помощи бездомным животным? Ну, сама идея, каждый занимался спасением по отдельности. Когда-то с волей случая нас свели вместе, то есть мы познакомились и поняли, что есть общие цели, есть общие желания, и главное – это помогать хвостатым. То есть на стадии, когда ты просто человек, ты не имеешь определенного рода возможностей. Поэтому стал вопрос о юридическом оформлении, и так появилось общественное объединение. Говорят, что в период пандемии стало больше бездомных животных. Насколько это правда? Насколько вообще... Особенно первая волна. То есть нам даже писали люди, говорили: заберите мою кошку, я боюсь заразиться. И это действительно так. Поэтому сейчас 2020 год настолько богат бездомышами. То есть тех, кого выбросили в первую волну, они уже дозрели до половозрелости и, соответственно, принесли свой первый или вторичный какой-то угодный приплод. И сейчас мы пожинаем плоды пандемии. Вообще, насколько актуальна эта проблема бездомных животных сегодня? Максимально актуально. Вы можете открыть любой какой-то
новостной даже, пожалуй, паблик, что-нибудь вроде там «Продам, отдам» и так далее, или помощи животным, и вы ужаснетесь от того, что их просто, ну, действительно ведрами буквально щенки, котята, которые никому не нужны. И самое страшное, что ты прекрасно осознаешь, что хороших рук на всех не хватит. Не всех заберут домой. А что останется с теми, кого не заберут? Это очень страшно. Одна из проблем, то, что сейчас все больше на улицах именно породистых. То есть это раньше не встретишь там того же самого шарпея, алабая, а сейчас можно просто прогуливаясь и немцев встретить, и хаски бегающие. И самое страшное, что, наверное, их пачками на неделю происходит. Получается, что породистость здесь сейчас не защищает никак животного, да? А насколько тогда сейчас решается проблема с бездомными животными, если взять на уровне государства? Помогают ли, создают ли какие-то приюты сегодня? Есть ли какая-то помощь волонтерам в этом вопросе? Ну, на самом деле на территории Казахстана не существует ни одного государственного приюта. То есть сейчас в Астане мы все знаем многострадальное здание Тлову, но там опять же это настолько яблоко раздора, что по факту сейчас единственным дополнением в деятельности по защите животных является указание нашего президента об ужесточении мер ответственности за жестокое обращение. Но пока это только указания, то есть фактически каких бы то ни было изменений пока не внесены. Есть ли какая-то возможность улучшения или построения приютов? Но это только самостоятельно, то есть частные спонсоры, свое личное. То есть вот мы имеем территорию, на которой размещаем, то есть это частная территория, выданная нам в безвозмездную аренду, то есть где мы оплачиваем только электроэнергию. И там размещается основная часть наших животных, наших собак, именно потому что это улицы, вольеры, будки. То есть вот в таком частном порядке, да, безусловно, то есть мы можем размещать животных, но именно в государственном контексте помощь от государства никто не получает. Мы общаемся с волонтерами из Астаны, из Алматы, Актау, то есть поддерживаем связь. Непосредственно сами были в алматинских приютах, все они частные. То есть это частная земля, частная выкупленная, либо подаренная, приобретенная и так далее. А сколько сегодня у вас питомцев? Ну вот на данный момент на всех троих у нас 28 хвостов. 28 хвостиков. Это и кошки, и собачки. Это собачки. Да, это преимущественно собаки. Вот именно Милли и котеечки, которые вот Эля наша, та самая спасенная. Я думаю, все видели видео, где человек без определенного места жительства убивал котейку в коте. Вот Эля это та самая выжившая, спасенная, благодаря в том числе органам внутренних дел, то есть полиции нашей и клиники, которая занималась ее лечением. Сейчас она живет у Оли. То есть вместе с Элей, вместе с Милли у нас 10 хвостов и, соответственно, 17 собак сейчас. Расскажите историю каждого тогда уж. Ну, вот Милли, у нее очень банальная история, не менее страшная от этого. То есть Милли нашли неравнодушные ребята. В центре города была кошка с травмой. Ну, очень банально, просто кошка, просто травма. Ухо было все развернуто, раскурочено, там большая опухоль. Я думаю, мы не будем с утра такие суперные подробности. Но сейчас мы вот красивые. И она проходила очень долгое лечение. У нее, к сожалению, не очень хороший прогноз. Травма давняя, травма переросла, к сожалению, в онкологию. И теперь она Милли. Вот. Теперь она будет всегда такой, к сожалению, не менее эксклюзивная. Теперь она стала. Ну, то есть, особенная теперь она. Да, травма банальная, история банальная, с хорошим концом. Но, к сожалению, я повторюсь, она от этого не менее горькая, потому что не всем везет так, как ей. То есть ей повезло буквально там 1 из 1000, но их таких очень много на улицах. А вот у собаки на история. Вольф был найден щенком в мае месяце. Это был маленький щенок, у которого шевелились только глаза. То есть это как раз был, даже, наверное, в апреле, потому что это было как раз, мы были все закрыты на карантин, у него шевелились только глаза. То есть он был абсолютно обездвижен, травмы, у нас вот остались шрамы у него очень большие на лапках, то есть все было стерто. То есть он попал под машину. Все очень тоже банально, стандартно. Он попал под машину, но остался жив волей случая, нам рассказали о нем, и мы решили попробовать спасти, потому что на тот момент он был настолько слаб, что
то гарантии того, что он вообще будет жить, были очень минимальные. Затем он был на капельницах, на принудительном кормлении, потому что сам не обладал никакими рефлексами. Позже потребовалась реабилитация, но так как границы закрыты, ближайший реа-центр находится в Екатеринбурге, мы смотрели видео на ютубе, разминали его лапки, то есть все то же самое, что делают с особенными детками, нам пришлось учиться делать вот с этой особенной собакой, и сейчас он ходит, да, конечно, немножко особенно, то есть такой топотливой походкой, но он ходит, ест, пьет, он может возмущаться, когда ему что-то не нравится, то есть сейчас это практически обычная собака, но тоже вот такая немножко особенная. Расскажите, чем питаются питомцы ваши? Это ведь, наверное, не так-то легко 28 хвостиков накормить. Ну, к сожалению, да. Но в основном, если мы говорим про собак, они у нас накормят про хвост. Мы его покупаем в кормушке. А если говорить про кошечек, то в основном это про баланс. Сухой корм вместе с желейкой и, естественно, витаминки и вкусняшки. Много ли сегодня волонтеров помогают? Вообще много ли желающих помочь, прийти, и вот звонят ли вам, говорят, давайте я приду, помогу? Очень часто звонят и говорят, давайте я вам кошку отдам. Да. Это чаще, да? Давайте я вам отдам собаку. Мы не располагаем возможностью приглашать к себе всех желающих. Территория частная. Мы сами туда буквально по пропускам заезжаем. Поэтому на широкую общественность, то есть пригласить всех желающих, вот вы можете там прийти, убрать за нашими питомцами, у нас такой возможности, к сожалению, нет. Это крайне небезопасно для них в первую очередь, потому что были случаи, когда нам травили животных, битые стекла бросали, миски, воровали, открывали ворота, выгоняли всех на улицу. Ну, очень много неприятных историй, поэтому мы к себе желающих не приглашаем. То есть, получается, желающих быть волонтерами для животных мало? Ну, меньше, чем желающих навредить им. Я бы назвала это именно так, в таком контексте сравнения. Сколько таких аналогичных объединений в Кустанае, или вы одни? Официально единственное. Официально единственное, да? Да. Неофициально существуют небольшие группы, то есть людей, просто объединенных по интересам, как мы когда-то в свое время объединились. То есть, безусловно, такие люди еще есть очень много. Есть те, кто специализируется на помощи, преимущественно котикам. Ну, то есть, все равно кота ты можешь взять себе. Собака – это немного проблематичнее. Ну да, в плане выгул, территории и так далее. Тем более, существуют такие моменты, как приучение к улице, то есть, это соседи. Да, в том числе соседи, реагирующие на лай. То есть, очень много разных факторов. То есть кошечкам, на самом деле, в контексте сравнения немного проще, если так можно выразиться, помочь. Что самого сложного, вот вы говорите, в оформлении, да, юридическом? Самое сложное было пройти регистрацию в ЦОНе. Несмотря на полный пакет документов, процесс регистрации у нас занял более 3 месяцев. Мы подавали документы больше 6 раз. Каждый раз на самом последнем этапе выяснялся какой-то недочет, и нам снова возвращали документы, мы снова переделывали. То есть только подав их на 6-й раз, мы начали с февраля, а получили 17 мая. То есть, получается, проще не регистрироваться все-таки? Ну, на самом деле, да. То есть, помимо того, что это большие денежные вложения, в том числе на создание самих документов, плюс регистрация, а сейчас она еще больше, стоимость повысилась, так как мы понимаем, что большинство услуг, в принципе, даже булка хлеба стала стоить дороже, поэтому на самом деле это затратно. В таком случае у вас должны быть какие-то преимущества, да? Потому что вы же все-таки официально зарегистрированы, если брать добровольное объединение, я имею в виду, да, у вас? Ну, это достаточно абстрактно. То есть мы можем быть более представительны. Преимущество чего? Ну, вот то, что вы зарегистрированы юридически, я имею в виду. Есть ли какие-то преимущества? Может быть, помощь какая-то есть? Нету никаких преимуществ? Просто это, понимаете, то есть мы сдаем отчетность, отчитываемся перед государством. То есть, по большому счету, это не дает нам каких бы то ни было привилегий в контексте, что я могу прийти, скажем, в акимат наш и сказать: здравствуйте, я вот представитель такого-то организации, помогите нам. К сожалению, так это не работает. Хорошо. Смотрите, есть ли какие-то счастливые все-таки истории? Расскажите их. Давайте что-нибудь положительного. Вообще их достаточно много. Вот такие вот именно запоминающиеся положительные истории. Вот прям, не знаю, может быть, котик или собачка куда-то уехали в счастливую семью там. Есть, да. Эля, например, то, что ей повезло, она реально обрела вторую жизнь, то, что ей
тот момент приехала именно та патрульная машина, которые реально поступили как люди, не оставили ее в кустах умирать, потому что на самом деле, когда они приехали, они уже видели только мясо, потому что она уже практически не шевелилась, у нее уже начался отек мозга, и, соответственно, это было просто вот что-то страшное. Они взяли взяли этот комочек счастья и отвезли до клиники. В клинике за нее сражались 2 дня, и только спустя 2 дня ей стало легче. Есть очень много случаев, когда даже животные уезжают за границу, то есть, например, в Германию. 2 кошечки уехали в Германию. То есть это вообще потрясающе, когда люди их не бросают, а именно с собой и до последнего. Либо звонят о том, что нам надо именно кого-то самого-самого забрать, с собой. Да. У нас есть такая добрая традиция. Мы даем эту книжечку, и вы говорите пожелания нашим телезрителям. Что-то хорошее, доброе. Я думаю, мы по очереди. Да, давайте по очереди пожелаем. В первую очередь хотелось бы пожелать телезрителям помнить об ответственности за тех, кого мы приручили. Это очень важно, это касаемо, я думаю, не только животных, но и, наверное, по отношению даже к самим людям в первую очередь. Поэтому, пожалуйста, помните, что вы очень ответственны за тех, кого вы приручили. А я хочу такой любимой мною фразы, что мы не можем изменить мир для всех, но мы способны изменить мир кого-то конкретного, будь то человек, ребенок, собака, кошка, кто угодно. То есть мы не можем, безусловно, охватить всю Землю, весь земной шар, но для кого-то конкретного мы можем сделать, по большому счету, вот воистину изменить жизнь. Поэтому меняйте жизни и не бойтесь. Я тоже желаю, чтобы не боялись, даже если вы встретите на улице большого алабая, не обязательно он будет злым, он может быть очень добрым и нуждаться именно в вас. И всегда помните, что все встречи, даже с животными, это не случайно. Если к вам именно в подъезд пришел котеночек, как минимум покормите его. Я благодарю вас, большое спасибо. Друзья, мы увидимся через несколько минут с вами. Ардамызды алыстамаңыздар, әсемге кезек береміз. Строишь глазки, что за страсть? Подхожу к тебе немедленно со словом здрасте. Ты такая милая, ты такая красивая, слов нет просто. Я просто в шоке, твое тело просто космос. Все ближе, все ближе и ближе. Повторяй за мной, поднимая руки выше. Еще выше, еще выше. Прошу, танцуй со мной, девушка из Парижа. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, 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 самая вышка. Сені мен көрген сайын, как будто тебя знаю. Жақында танысам десем, орысша былай не знаю. Жоқ айдаусың сені, ай қимылың сені, майысқа шыбық бері, в общем кайф бар бір жері. Әдемісің даттау, көзім тоймайды, кім болса да все равно сендей болмайды. Әдемісің даттау, көзім тоймайды, кім болса да все равно сендей болмайды. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, 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 самая вышка.
друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 54 39 04. Звоните. Қадірлі телекөрермендер, тікелей желі аясына жұмыс атқардық. Бүгінгі берілген уақытымыз өз мәресіне жақындап келеді. Жалпы тұрғыда қазіргі уақыттағы дәстүрлі әннің дамуы, қарышталу туралы және де үй жануарларының бүгінде алар орны қандай жұмыстар атқарылуда, далада жүрген жануарлармен қандай жұмыс істеуге болатындығы жайлы жалпы жануарлар ит жеті қазан берді бекер айтылмаған. Сол себептен де жануарлар дос ретінде көру керек екенде тілге тиек етіп айтты. Дәл қазір кезекті әріптестерімізге берейік, пайдалы кеңес Айдары бір минуттен кездесеміз. Но много полезной информации вы узнаете из нашей рубрики «Лайфхак». Всем привет, с вами снова рубрика «Лайфхаки». Сегодня мы с вами поделимся практическими советами, которые актуальны в любом доме во все времена. Итак, знакомая для всех ситуация. Куча пакетов хаотично валяется в шкафчике. Есть креативная идея. В этом вам поможет пустая коробка из-под салфеток. Не спешите ее выбрасывать, лучше возьмите все пакеты и сложите их, как в данном ролике. Первый пакет просто складывается гармошкой и вставляется в коробку так, чтобы ручки немного выглядывали. Следующий пакет продевается через ручки предыдущего и также складывается гармошкой и отправляется в коробку. Вот и все. Ваши гости будут удивлены от такого ноу-хау. Все мы любим кофе, а особенно молотый, но не нужно выбрасывать отработанный кофе из кофеварки. Есть целый ряд его применений. Во-первых, это отличный скраб для кожи. Во-вторых, мы знаем, что великолепный аромат свежезаваренного кофе – это магия. Он отлично впитывает запахи. Емкость с отработанным кофе можно поставить в холодильник. Это просто и бесплатно. Такой освежитель можно менять хоть каждый день. На этом все, друзья. С вами была рубрика «Лайфхаки». До новых встреч! Сегодня в нашем эфире было много чего интересного, дорогие друзья. Ну а мы с вами прощаемся и желаем вам сегодня хорошего дня. Пусть ваш день будет просто положительным. Қадірлі телекөрермендер, тобыл таң бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі шоу атқан таңды сіздермен бірге қарсы алам. Менің әріптесім Анастасия Серикова және де мен Бағдат Таулай. Күндеріңіз жақсы сәтті өтсін, сәрсенбі күні өзінің сәттілігін ала келсін. Әрбір үйдің төрінде қосындай арнасы қосылы болсын. Сау, саламатта болыңыздар. До новых встреч! Шашылмайдай, әнім солай қыздарай. Жерге жұпар қалампыр шашылса да, күнде бұлай басымыз қосылмайдай. Әнім солай қыздарай. Шашым келмедай қайруғай, не демейдай қас дұшман айруғай. Әнім солай қыздарай. Еселесін қас дұшман айруғай, балапандай шығайық жайымғай. Әнім солай қыздарай.
талай қыздары